Сәлеметсіздер ме, менің каналымның тыңдармандары. Сіздерге келесі кейіпкерімнің кеш келген махаббат әңгімесін ұсынғым келіп отыр. Әңгіме ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып және пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Ешкімге айта алмаймын. Біреуге айтудың өзі ұят. Ұят бола тұра басымнан өтіп жатқан оқиға. Естіген адам ұятсыз деп айтары сөзсіз, мойындаймын. Бірақ неге біздің қоғамда үнемі әйелі кінәлі? Үйлену оңай, үй болу қиын дейді. Үй болып кету үшін әйелі мен ері бірдей жауапты емес пе? Күйеуіңнің жағдайын жаса, бапта, алдынан күлімдеп күтіп ал, шыда, көн дегенді жиі естиміз. Сонда күйеуге әйеліңді құрметте, түсініспеушілікпен қара, көңіл бөл деп неге үйретпейміз? Шарқ ұрып махаббаттың буымен сүйген жігітіме күйеуге шықтым. Қазір көп балалы анамын. Өзіме қарап, өзімді күту сонау қыз күнімнен қалыптасқан. Көрсе адам қызығарлықтай көріктімін. Ешкім көп балалы деп айта алмайды. Тұрмыс құрғалы өзге ер адамға көз түсірген емеспін. Өз өмірімді тыныш өмір сүріп жүрдім. Бала таптым екен деп үйде де отырмадым. Жұмысымды қатар алып жүруге тырыстым. Бір шетінен күйеуіме де көмек болсын деп аянбадым. Жұмыс жасап жүрмін, ақша табамын деп үйімнің тірлігінде ысырып тастаған адам емеспін. Бәрі өз ретімен еді. Ең алғаш отау құрған жылдары жанымнан бір елі шықпайтын күйеуім бара-бара өзгере бастады. Табысымды санап, әйел адам болған соң жұмсамай тұрмаймыз ғой. Сондай кішкентай дүниелерге бола сөйлеп, менің түбегейлі жек көріп кетуімді өз қолымен жасап алған еді. Көңілімді көп қалдыратын, көп жыладым. Тілі ащы, қит етсе әке-шешемнен боқтап кет дейтінді де көп айтатын болды. Сонда да шыдап өмірімді сүре бердім. Осылай арпалысып жүріп, бірінің артынан бірі 6 баланы дүниеге әкелдім. Берекелі отауым күннен күнге тозаққа айналып бара жатты. Кей кездері жұмыстан оралғым келмейтін жағдайлар да болатын. Балаларым үшін шыдап, көнуден басқа амалым жоқ еді. Өйткені ажыраспауымның тағы бір себебі бала кезімде алған травмаларымның бірі еді. Әкесіз өстім. Көргенде емеспін. Үнемі сыныптас құрбыларымның әкесі жоқ, жетім деген жанды жейтін сөздеріне қалып жүретінмін. Содан болар, балаларымда да әкесіз өспесін, өмірлеріне сызат түсірмейінші деп бәріне шыдап бақтым. Осындай қиын күндерімнің бірінде мен жұмыс жасайтын орталыққа жаңадан сотрудник келді. Онша мән бермедім. Мүлде ұнамады десем де болады. Оған тіпті көңіл аударатындай жағдайда емес едім. Алайда ол мені сырттай бақылап, үнемі көңілсіз жүретімді байқаған. Кейде әңгімеге тартып сөйлеспекші болатын. Сондай жағдайда ішімнен ойлайтын едім. Басқа жасайтын шаруасы жоқ па? Және ұялатынмын да, жұрттар жаман ойлап қалар деп. Бірақ жігітім де осал емес екен, күннен күнге артымнан қалмауын шығарды. Жарты жылға жуық аңдығаны мен болдым. Жалпы қандай мереке болсын, туған күнім болсын, жолдасым көңіл бөлмейтін еді. Тіпті аузынан құттықтаймын деген сөз шыққан емес. Есімде 8 наурыз әйелдер күні. Таңда жолдасым ерте тұрды ұйқыдан. Әр әйел секілді мен де мерекені асыға күтіп жүрдім. Мүмкін биыл құттықтап қалар деген үмітім болды. Үй тазалап, таңғы ас дайындап, енді үстел басына жайғасқан сәтімізде күйеуім қыдыруға кететінін айтты. Көзімнен жас парла бағып, даусым қарлығып өксіктен менше деп әрең сұрадым. Ол болса еш саспастан, білмеймін, қаласан кел деп орнынан тұрып кетті. Сондай өзімді жаман сезініп, қай жерде қателестім, мені сонша адам құрлы көрмейтіндей не жасадым деп жылауымды тоқтата алмадым. Тіпті астындағы көлігіне де ай сайын бір дүние алып жатады. Сонда темір секілді құнымның болмағаныма деп терең ойға баттым. Мен мына жақта күйеуімнің назарын күтіп жүргенде таңнан бері жұмыстасым жазып іздеумен болды. Ашу узама білмедім. Жолдасымның достарымен бірге келіншектерін қыдыртып жүргенін әлеуметтік желіден көргенмен, бірден кешке жұмыстасыммен кездесемін деп оның ұсынысын қабыл алдым. Тұрмысқа шыққалы күйеуімнен көргенім осы. Ары қарай бұл қылықтарына көнгім келмеді. Себебі мен де тірі жанмын. Өзімнің сүйікті әйел екенімді сезінгім келді. Еркелеп, ерімнің иығына басымды қойып, жылулық көргім келді. Жұмыстасым да құралақан жігіт емес, тепсе темір үзетін өте сымбатты,
Қара торының сұлуы сол 8 наурыз өмірімді түбегейлі өзгертті. Өмірге деген құлшынысым оянып, түңірейген келіншектен қайта жайдарлы ханымға айналдым. Жұмыстасым менің өз құндылығымды бағалауыма ерекше үлес қосты. Мені көңілінен тыс қалдырмай жұмысқа да апарады. Ауырсам уайымға салынып көп көңіл бөлді. Осы жерде ұятта болса айтайын, төсекте де жақын болдық. Басында ұзаққа апармас таныстығымыз деп ойлағаныммен, менің ол үшін бір күндік еместігімді баяғыда дәлелдеп қойған. Әрине, күйеуімнің бұл әрекетімнен хабары жоқ. Қанен-қаперсіз күнде үй көрмей, сауық сайран құруын тоқтатпай өмір сүруде. Тіпті мен оған мүлде қызықта емеспін. Тек менің тапқан ақшам ғана ол үшін маңызды. Айлығым түскенде қабақ ашылады. Қалған кезде түнеріп адам танымайды. Кейде орнымыз ауысып кеткені саума деген ой келетін. Әншейінде әйелі күйеуінің жалақысын күтетін еді, біздің отбасымызда керісінше. Бірде өте қиын жағдайға қалдым. Жол апатына түстім. Бірінші кезекте әрине ит болса да күйеуім ғой деп күйеуіме телефон шалдым. Қолдау күттім. Ұзақ гудоктардан кейін барып, не болды? Сонша звондап қоймадың ғой деп ақырып, өзімді дымымды қоймай ұрса жөнелді. Айтып үлгергенімше бармаймын деп телефонды сөндіріп тастады. Тағы да көңілім қалып, көмекке жұмыстасыма жүгіндім. Ол бірден бар шаруасын жинастырып жанымнан табылды. Жағдайды еркектерше шешіп, тағы да мені шын сүйетінін дәлелдегендей болды. Осының бәріне балаларым үшін шыдап келемін. Солар үшін көніп, қазір күйеуім қандай ауыр сөздер айтса да маған әсер етпейді. Өйткені менің қолдаушым бар. Жұмыстасымның да өз сыры бар. Әуелде таныстығымыз басталғанда отбасы барын айтпаған. Мені қарату үшін. Артынан арамыз жақын болып, сеніміме кіргенде отбасылы екенін мойындады. Өкінішті әрине. Өзімді кінәлі сезінбеймін деп айта алмаймын. Бірақ кеш келген махаббатымнан айырылғым келмейді. Даттап әйелді кінәлау оңайдың оңайы әрине. Алайда жауапкершілікті ер адам да алғаны жөн. Әйел беретін жылулықты еркекте беру керек. Әйел түсінген жағдайды еркекте түсіну керек. Әйел көнген қиындыққа еркекте көну керек. Ал егер тек бір тараптан ғана отбасымды сақтаймын деген ой болса, оның отбасы үшін жасаған құрбандығы құрдымға кетеді.